Шымкентте такси жүргізушісі әр жұма сайын қарттарды тегін жеткізеді екен. Бұл Асан Бұқаев, өзі такси жүргізушісі, өзі 3-ші топтағы мүгедек, өзі қайырымды жан. Не себеп болды деген сұраққа экспресска тілшілеріне жауап беріпті. 20 жыл көмір мен шөп сатып жүріпті. Кейін инсульт алыпты. Өмір мен өлімнің арасында қалған. Сонда елге титтей де болсын пайдам тиісін деп автокөлік сатып алып, осы істі бастапты. Респект. Тегін таксисті қаласаңыздар, жұма күні Құлагер базарына барып, Асан таксисті іздеңіздер. Соның алдында тұрамын. Мына таксидің артта қалды бек. Бірақ міндетті түрде зейнеткер болу керексіз. Ата-әжелеріңе жеткізіп барыңдар. Шамасы Асан мырза зейнеткерлердің зейнет ақысын біліп осы шешімге келген сияқты. Олардың қанша алатынын бәріміз білеміз ғой. Ал негізінде үлкендердің батасын алу үшін